Армысыздар ардақты ағайын, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып Халық банк арқылы алғашқы жарнасыз қалай ипотека алуға болады, ай сайынғы төлемдері, переплата қандай және доход көрсетпей алуға да мүмкіндік бар, сол жайында болмақ. Дәл осы тақырып сіздерге ұнайтын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тақырыпты бастаймын. Құрметті достар, талаптарына көз жүгіртейік. Әрине плюс 21 бұл сізге отбасы банк емес, 18 жастан бастап ала беретін екінші деңгейлі банктерде міндетті түрде сіз 21-ге толған Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек. Сонымен 60 жаста ипотеканы жауып болуыңыз қажет. Ары қаратай бірінші, екінші нарықтан баспана алуға болады. Егер екінші нарық болса 1960 жылғы үйден жоғары қаратай аласыз. Бірақ оның материалына байланысты 1960 жылғы үйлер кірпіштен салынған болуы керек. Ары қаратай банк қосатын пайыз 14% пен 15% аралығында. Енді мына жерге мұқият тыңдаңыздар. Егер сіз жаңағы зарплатаңызды Народный банк арқылы алып жатсаңыз, 14% пен ипотека рәсімдейсіз, басқа банктер болса 15% пен ипотека рәсімдейсіз. Келесі, қарыз мерзімі максимум 20 жылға дейін беріледі. Конкретно 20 жыл емес, 20 жылға дейін сіздің доходыңызға байланысты. Сіз может 10 жылға, может 15 жылға аласыз, өзіңізге байланысты. Ары қаратай алғашқы жарна 0%-дан бастап. 0% қай кезде, құрметті достар, өшірде мұқият тыңдаңыздар. Сіздің қолыңызда ақшалай төлейтін алғашқы жарна жоқ болса, онда қосымша бір мүлікті, яғни өзіңіздің ата-анаңыздың, өзіңіздің бір пәтеріңізді, үйіңізді алғашқы жарна ретінде залогқа қоюға болады. Көрдіңіздер да? Бірақ сол қоятын алғашқы жарнаңыз сіздің осы 20%-ға жетуі керек. Егер қоятын мүлік жоқ болса, онда 20% алғашқы жарна үй құнының төлеуіңіз керек. Доход көрсетпей алуға мүмкіндік бар, оны сіздерге кейінірек түсіндіріп беретін боламын. Ары қаратай ипотека рәсімдегеннен кейін, құрметті достар, егер 12 айдың ішінде сіз ішінара немесе толыққанды төлеймін десеңіз, яғни частичное досрочное погашение жасаймын десеңіз, онда комиссия бар. Кем дегенде 30 000 теңгеден жоғары. Ол сіз қанша уақытта займ жаптыңыз келеді, соған байланысты. Ал 12 айдан кейін досрочное частичное погашение ешқандай комиссия жоқ. Керекті құжаттарға көз жүгіртейік. Жеке куәлік әрине, неке куәлік, егер некеде болсаңыз, неке бұзылған болса, неке бұзылды деген, ерлі-зайыптылардың біреу қайтыс болса, қайтыс болды деген. Яғни жеке басты куәландыратын құжаттар керек. Одан кейін пенсионный выписка міндетті түрде соңғы 6 ай, яғни сіз официально жұмыс жасауыңыз керек. Сіздің соңғы 6 ай зарплатаңыз болу керек. Справка о зарплате соңғы 6 ай алып келесіз жұмыс орныңыздан. Выписка с карт счета соңғы 6 ай. Егер сіздің зарплатаңыз Народный банктың карточкасымен алып жатсаңыз, онда керегі жоқ. Басқа банктер болса, соңғы 6 айдың карт счетының выпискасын алып келесіз. Мысалы, Каспий банк арқылы зарплата алсаңыз, Каспий банктың 6 айлық көшірмесін алып келесіз. Отчет об оценке. Яғни алайын деп жатқан үйіңіздің отчеты болу керек. Үйдің құжаттары, оның ішінде техпаспорт, форма 2 правоустановлюющий документтері, жаңағы уведомление, госрегистрация барлық кіреді. Онан кейін сатушыдан 20-значный счет міндетті түрде, яғни үйді сатып жатқан адамдардан. Және үйді сатып жатқан адамдардың жеке басын куәландыратын құжаттар. Жеке куәлігі, неке куәлігі деген сияқты. Дәл осы құжаттар тізімі, жаңағы кім қандай кезде алып келеді, ол жайында менің толыққанды YouTube каналымда видеолар бар, оны көрсеңіздер болады. Сонымен достар, қараңыздар. Ай сайынғы төлем, переплата қалай болады, соны көз жүгіртейік. Расчет. Квартира бағасы 20 миллион делік. 20 миллион. 20% алғашқы жарна болу керек. Минимум 20%-дан басталады. Яғни сізде 4 миллион болу керек. 15 жылға займ рәсімдейміз. Зарплатаны басқа банктен алып жатырық дейік. Яғни процентный ставка 15%-бен. 16 миллион банктен қарыз аламыз. 16 миллион. 15 жыл бойы ай сайын 223.934 теңгеден төлейміз. Және 15 жылда переплата мына 16 миллионның үстіне 24.308.120 теңге қайтарып бересіз. Яғни 16 миллионның үстіне 1,5 есе ғой, почти қарап тұрсаңыздар. Енді мынандай бір мүмкіндік бар. Сізде алғашқы жарна 50% болса, үй құнының 50%, 20 миллионға үй аламын дедіңіз ғой. Соның 10 миллион салсаңыз, ешқандай доход көрсетпей 16%-бен займ рәсімдеуге мүмкіндік бар. Бұл ипотека Халық банк арқылы. 0% алғашқы жарнасы, егер ақшаңыз жоқ болса, айттым ғой, жаңа қосымша мүлікті залогқа қойып ипотека рәсімдеуге болады. Міне, құрметті достар, толық талаптары, шарттары, керекті құжаттар, ай сайынғы төлем бәрін айттым. Әрине бұл ипотеканы қолданбау, оны өзіңіз шешесіз. Сіздерге ақпарат болсын деп жеткізген мен ипотекалық дәрігер Рүстем. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар.
келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.